Ой, кешіріңіздер, что-то менің нем өшіп қалды. Қараңыздар, бізде қай жерге келдік өзі? Бізде жаңағы ревматизм, ревматойдный лихорадканы айтып жаттық қой да. Сол кезде организмде жаңағы біздің А антигенмен жаңағы А группа деп жатыр қой. Сол группаның жаңағы микроорганизмнің бір белоктары болады, М деген белок болады, ал біздің жүректе де сондай белоктар орналасады. И получается ол екеуіне де бірдей белокта, и біздің жаңағы Т лимфоциттеріміз, Т иммунный системамыз оны ойлап қалады бөтен организм деп, потому что екеуінің структурасы бірдей болып тұр ғой, и поэтому ол ойлап қалады екеуі ол да бөтен организм деген сияқты, и оны атака жасап бастайды. И когда ол сердце атака жасайды, и таким образом бізде сердцаның қызметі бұзылады. Түсініңіздер, иә? Вот сол үшін де бізде Т лимфоциттердің маңызы өте зор. Яғни ол гистосайкестік кешен арқылы таниды. Мысалы, организмде барлық, біздің организм барлық клеткалар таниды да ол, ал бөтен организм түссе, уже ол бөтен, уже оның бөтен екенін біледі да, оған барып атака жасайды. Ол түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Так, антиген антидене мембранаға жабысып, оған Т лимфоцит әсер етіп, рецепторды таниды. Т лимфоцит атака жасайды. Егер оны танымай жатса, атака жасайды, себебі ол бөтен организм бізге түсіп тұрған. Т киллер, Т хельпер СД рецептормен активтенеді. Бізде СД8 деген рецепторлар бар. Осы рецепторлар арқылы Т хельпер таниды. Одан кейін барып, жалпы айтып кеттім уже, Т хельпер бар, Т киллер бар, жаңағыдай НК деген бізде Т иммунитеттің осындай жалпы түрлері бар. Ол СД рецепторы арқылы активтенетін болып келеді. Так, келесі. Так. Енді Т хельпердің ең бірінші активтенеді СД4 арқылы. Лимфоциттерді медиаторды активтейді. Лимфокиндерді медиаторды активтейді. Т киллер бізде жалпы осы Т хельпер ең бірінші активтеніп, СД4 екеуі активтенеді ғой. Одан кейін барып осылар бізде лимфокиндерді медиаторларды активтейді. Потом ол Т хельперге де әсер етеді, Т киллерге де әсер етеді, и Т супрессорды активтей алады, и макрофагтарды тағы активтеп фагоцитоз жасайды. Бізде макрофаг баста қосылды, иә? Когда біздің организм, бөтен организм түскен кезде ол қосылды, бірақ ол обратно связь арқылы уже осы кезде тағы бізде макрофагтар қосылады. Макрофагтар тағы активтеніп фагоцитоз жасайды. Фагоцитоздың не екенін білесіздер, иә? Ол өлтіру жаңағы бөтен организмді андай жеп тастау деген сияқты. Т киллер жасуша антиген антиденені жояды, и одан кейін перфорин токсинін жіберіп клетканың ішіне жібереді. Бізде перфорин деген токсинді бөледі, и ол оның жасушаның ішіне енетін болып келеді. Енді қараңыздар, осы жерде мынаны түсіну керек, комплимент жүйесі бар. Комплимент жүйесі ол бізде бір-бірі циклдық бір-бірімен байланысып жүретін жүйе деп айтуға болады. Комплимент жүйесінің белоктары ағзаға қауіп төнгенде бауырдан өндіріледі. S ол комплимент, яғни compilation деген ағылшын сөзінен шыққан. Жалпы ол бізде С1, С1, С2, С4 активтейді. Одан кейін олар каскадный механизм арқылы бір-бірлерін активтеп отырады. Қараңыздар, мына жерде жазылып тұр барлығы, осылай бір-бірлерін активтейді. Олар не үшін активтеліп жатыр жалпы? Бізде антиген антидене қосылып комплимент жүйесін активтейді. С1, С2, С3, С4, С5 белоктары активтенеді. С9-ға дейін. Одан кейін бізде осы жерде С3В ажықта түсілді ғой комплимент жүйесінде. Осы апсинин дегенді бөледі, апсинин белогын, и ол макрофагты микробқа жабыстырады. Бізде жаңа макрофаг келіп тұр, ол макрофагты микробқа жабыстырады да, и екеуін сол жерде танысады. Одан кейін барып бізде фагоцитоз болады. Потому что макрофаг өзімен өзі микроорганизм танымайды ғой. И бізге ол жерде екеуін таныстыратын бір құрылғы керек деген сияқты. Одан кейін барып С5, С9 жасушаны тесіп береді, су толып жасуша резистенеді, яғни сол жерде цитолиз жасушаның өлуі болады. С3А, С5А иммунитетті активтеп, қажет кезде тежейді. Себебі біз баста иммунитет активтеуіміз керек, қарсы тұру үшін. Одан пассивтейміз, яғни қалыпқа келтіреміз, чтобы организмнің қалыпты жұмыс жасауы үшін.
протон, простагландин, ликотриендерді активтейді, гистаминді активтейді және хемотоксисті шақырады. Хемотоксис дегеніміз, когда біздің организмде воспаление болып жатыр, мысалы сіз қолыңызды кесіп алдыңыз дерге, ол жерден уже кровотечение болды, бізде хемотоксис бұл жерде әртүрлі қанның элементтерін шақыру деген сөз. Ол воспаление болған жерге в основном білесіздер лейкоциттер келеді. Лейкоциттер агранулоциттер, гранулоциттер деп бөлінеді бізде. Соның барлығы осы жерге келіп, ол жердің жұмысын жақсартуға, қалыпқа келтіруге әрекет жасайды. Ол бізде шақыратын ол хемотоксис болып табылады. Енді қанымызда қажет болғанда элементтер келеді. Жаңағы хемотоксистің қызметін айтайын деп жатыр. Ол плазма, формалық элементтер, гранулоцит, базофил, эзофил, нейтрофил. Гранулоциттерге бізде лимфоцит, моноциттер жатады. Енді осы кезде қараңыздар. Эзофил аллергия, паразит кезінде хемотоксис шақырады. В основном есіңізді сақтап қалыңыз, аллергия болған кезде қан анализінде эзофилдердің саны артып кетеді. Эзофилдер бізде аз көлемде болады, 0,6 сондай болады, 0-ден 6 аралығында болуы мүмкін. Бірақ одан асып кетсе, 13 болып кетсе, 14 болып кетсе, уже бізде аллергиялық процесс жүріп жатыр деген сөз. Нейтрофил артады, бактерия болған кезде, моноциттер вирус болған кезде, лимфоцит ол Т, Б артып, жаңағы иммунитет қосылған кезде жүзеге асатын болып келеді. Енді түсінуіңіз керек. Жалпы адамдар айтады да, мысалы грипті біз айтамыз, вирус шақырады дейміз. Бірақ оған бактерия қосылуы мүмкін, когда ангина болып жатқан кезде. Сол кезде айтады, біз қалай оны жатамыз, қалай вирус, қалай бактерия деген сияқты. Вот если нейтрофил қанда көйіп кетсе, ол бактерия болуы мүмкін, скорее всего. Ал моноциттер көйіп кететін болса, ол бізде вируспен шақырып жатырған қабыну болуы әбден мүмкін. Кеттік. Енді қайталап өтейік, бір не түсіндік, өше. Қараңыздар, зақымдаушы фактор келді организмге, зақымдайды, организмге түседі бірінші. Одан кейін ол макрофактор оны ұстап алады. Одан соң бізде интерлейкен бірді бөледі макрофактор. Одан кейін бізде Б лимфоциттер, жаңағы біздің иммуноглобулиндеріміз бөлінеді Б лимфоциттен. Ол антиген, антиденелік комплекс, яғни антиген сырттан түскен антидене екеуі бірге қосылып комплекс жасайды. Антиген, антитела комплекс деп айтуға болады. Одан соң Т-хелпер іске қосылады. Антиген, антидене кешенді танымайды. МТК-лерді активтеп, перфорин бөледі, жаңағыдай айттық, жасушаның өлуіне алып келеді деген сияқты. И жасушаны бұзады. Енді антиген, антиденелік комплекс С1, С9 гуморалды иммунитетті активтейді, комплемент жүйесі. Бізде иммунитеттің екі түрі бар. Гуморальный иммунитет и тіндік иммунитет. Гуморалды иммунитет осы комплементарлық жүйе арқылы жүреді. Келесі С3А, С5А хемотоксис шақырады. Формал элементтер айттық, қабыну болып жатқан жерге қанның элементтерін шақыру, ол бізде хемотоксис жүзеге асырады. Келесі қабыну, ол қайталайтын болсақ, айтып кеттім баста, зақымдалу плюс иммундық жауап. Бізде жалпы оның 3 сатысы болады. Альтерация, ол зақымдаудың алғашқы сатысы, потом эксудация, ірің шақыру. Эксудацияның түрлері өте көп, іріңді, жаңағыдай әртүрлі. Одан соң пролиферация. Пролиферация қалыпқа келу. Одан соң альтернативті қабыну, эксудация, жедел қабыну и пролиферативті қабыну, созылмалы қабыну. Жалпы қабыну бізде острый хронический болып бөлінеді. Жедел және созылмалы и подострый дейтінде түрлері бар енді арасында. Енді келесі. Бізде қабынуды жалпы флоген шақырады. Аллерген шақырса, қабынуды флоген шақырады. Олар экзогенді және эндогенді болуы мүмкін. Бұл этиологиясы в основном. Қабынуда қандай этиологиялық факторлар шақырады деген кезде айтасыздар. Оны экзогенді және эндогенді факторлар шақырады дейсіздер. Экзогенді ол биологиялық, әртүрлі физикалық, биологиялық, химиялық заттар, сырттан түсіп жатқан микроорганизмдер ғой. Ал эндоген деген сол қан кету, тіннің бұзылуы, әртүрлі токсиндер болса, ол біздегі іште болып жатқан реакциялар. Мысалы, гастрит болған кезде, хронический гастрит болған кезде қан кетіп қалуы мүмкін, әртүрлі, яғни олар бізде уже хроническое воспаление болып табылады.
яғни ол жақтан кетіп жатса. Бізде айтып жатырмыз ғой аурудың острый дейтін түрі болады, хронический деген түрі болады деп. Хронический это вот